Бізде сапалар айырмашылығы бар ма? Сапасы бойынша айырмашылық? Сапа бойынша әрине. Мысалы мен сіздің облысқа хабарластым. Осы негізгі үш облысқа хабарластым, ашығын айтайын. Сол кезде ашығын айту керек, орыс тілді білім беретін мектептердегі мұғалімдердің сапасы сәл әлсіздеу деп өздері мойындап отыр. Бұл қаншалықты рас? Бұл біз соңғы 5 жылда талдау жасап көргенбіз. Ұлттық бірыңғай тестілеу, басқа да жүргізетін зерделеу жұмыстарының нәтижесінде 7-8%-ға қазақ тіліндегі білім беретін мектептердің білім сапасы артықтау болып отыр. Бұл рас. Бұның бірнеше себебін көрдік. Неліктен? Себебі бүгінгі таңда Ақтөбе облысында 100-ге жуық педагогтың жетіспеушілігі бар. Олардың 80%-ы орыс тіліндегі мектептерге, немесе аралас мектептердегі кадрдың жетіспеушілігі бар. Қазіргі мектеп түлектері орыс тілінде білім беретін оқу орындарында, яғни солар педагог дайындайтын кадрларға түсуге сұраныс азайды. Мәселен, біздің облысымыздағы 34 мектепте орыс тілінде сабақ беретін пән мұғалім жетіспей отыр. Менің ойымша, әрине, бұның барлығын бірден балтамен шешіп тастау, ұрып тастау мүмкін емес. Енді аралас мектептерді қазақ тіліне көшіру процесін бастап келе жатырмыз. Мысалы, тәуелсіздік алған жылдары бізде 153 жаңа мектеп, 30 жылда 153 мектеп салған екенбіз. Солардың мен өте қуанышпен айтамын, 136 таза қазақ мектебінде. Бүгінгі әріптестеріміздің пікірлерінің бәрінде оң мәселелер айтылды. Әрине, қазақтың баласы болғасын, ауылдан шыққасын жерде, ауылдың қазақ мектебінде оқығасын жерде, бұл мәселелердің тезірек шешілгенін қалаймыз. Бірақ кейбір мәселелерде нәзік тұрған мәселелер бар, сондықтан асыра сілтеу болмау қажет деп санаймын. Тағы бір мәселе, бүгінгі жиынның барысында облыстың әлеуметтік салаға беретін орынбасарының, облыстық білім басқармасының, білім және ғылым министрінің құзыреттілігі көтеріліп жатыр. Әрине, біз жауаптымыз, осы саланың негізгі ұйымдастырушы екендігімізді білеміз, жауапкершілікті алып тастамаймыз. Дегенмен, мына мәселені ескеруіміз керек. Біз тұрғындарға осындай ортада қазақ тілінің жанашырлары көбірек түсіндіру жұмысын жүруіміз керек. Өкінішті жағдай, аралас мектепте, орыс тіліндегі сабақ беретін мектептердегі оқушылардың 80-85%-ы өз қара көздеріміз оқыған. Бұл өте өкінішті. Орыс тіліндегі мектепті ашуды сұрап келіп отырған өз қара көздеріміз. Бұл жалпы ұлт болып қозғайтын күш, және бір орынбасардың, бір білім басқармасының, және министрдің құзыретімен ғана шешіле қоятын нәрсе деп санамаймын.